Сәлем балалар, 2 сынып әдебиеттік оқу сабағы 97-ші сабақ уақытқа саяхат жасаймыз тақырыбы. 1-ші тапсырма. Кестеде берілген күн, жыл, апта атауларын ретімен жаз. Мұғалімнің көмегіне сүйен. Ертең, бүгін, бүрсігүні, кеше. Бұл күн атаулары. Ал енді оларды ретімен жазайық. Кеше, бүгін, ертең, бүрсігүні. Келесі қатар. Келесі жылы, биыл, былтыр. Бұл жыл атаулары. Ал енді осы жыл атауларын ретімен жазайық. Былтыр, биыл, келесі жылы. Ал келесі қатарда апта атаулары берілген. Апта атауларын ретімен жазайық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. 2-ші тапсырма. Түсініп оқы. Ертеңге қалдыруға бола ма? Қалима апай жұмыстан келгенде қызы ойыншықтармен ойнап отырған. Анасы күндегі әдетінше киімдерін ауыстырды. Бірден үй жұмысына кірісіп кетті. Қадиша, гүлдерге су құймайсың ба? Деп сұрады. Апа, гүлдерге суды ертең құямын ғой. Анасы енді терезенің шаңын сүрте бастады. Қадиша, ойнаған қуыршақтарыңды неге орнына қоймадың? Деді қызына. Апа, қуыршақтарымды ертең жинармын. Жарай ма? Қалима апай кір жууға ыңғайланып. Қадиша, дүкенге барып, сабын әкеле қойшы, деді. Болжа. Көп нүктенің орнына кейіпкердің атынан жауап бер. Оның не айтатынын болжап көр. Апа, ертең барсам бола ма? Қадиша көйлегін апасына ұсынды. Апа, мына көйлегімді жуа салшы. Қадиша, ертең жуармын көйлегіңді. Біраздан кейін Қадиша апасының жанына келді. Апа, тамақ істемейсіз бе? Қарным ашып кетті, деді. Апасы, ертең жасармын. Апа, теледидар қойып беріңізші. Кино көрейін деп едім, деді Қадиша біраздан кейін. Апасы, ертең қойып берермін. Бәрін ертең дейсіз. Бүгін тамақ ішпеймін бе? Теледидар көрмеймін бе? Деп Қадиша жылап жіберді. Неге жылайсың? Деді анасы. Бүгін істейтіннің бәрін өзің ертеңге қалдырдың. Сен сияқты мен де ертеңге сілтеп отырмын. Әйтпесе істі ертеңге қалдырудың не қажеті бар? Қадиша ойланып қалды. Мәтіннің авторы Мәдіхан Төрежанов. Бағала. Қадиша қандай қыз? Қадиша жалқау, еріншек қыз. 4-ші тапсырма. Осы оқиғадан кейін Қадишаның мінезінде өзгеріс болуы мүмкін бе? Иә, осы оқиғадан Қадиша өзіне сабақ алды деп ойлаймын. Және мінезін өзгертеді деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Мәтін мазмұнын сахналауға қатыс. Қорытындыла. 6-ші тапсырма. Мәтіндегі негізгі ойды анасының сөзінен тауып оқы. Әйтпесе істі ертеңге қалдырудың не қажеті бар? Үй жұмысы. Мәтелге сәйкес сөзді таңдап жаз.
Бұл жерде ертеңі бітпес, еріншектің қазір бітпес сөздері берілген. Демек, бұл жерден еріншектің ертеңі бітпес мәтелі шығады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.